Бауыржан Момышұлы, «Ұшқан ұя» повестен үзінді. Менің балалық шағымда туған жылды, туған күнді емес, мүшелді кезеңдерді тойлаушы еді. Алғашқы мүшел нәрестенің қырқынан шығатын күн. Бұл күні үй ішінде емес, ауыл аймақта да көтеріңкі көңіл, көп шаттық үстем болатын. Екінші мүшел баланың 7 жасқа толған күні. 7-ге келгенше бала жерден таяқ жейді деп тегін айтылмаған ғой. Сол 7-ге толған күні өрен аяғын жерде нық басты деп санайды. Азаматтыққа аттанар жолдың алғашқы қадамы да осы жерден басталса керек. Ата-ана мен төңірекке бұл үлкен қуаныш. Ендігі мүшел 13 жас. 13-те отау иесі деген мақал бар. Бұл енді оңды солыңды тани бастадың, ер санатына іліктің, сенімен есептесер, ақыл бөлісер кезең келді деген сөз. Енді сен өзгенің жетегінен гөрі өзің тізгін ұстағанды, өзің ат жалын тартып мінгенді қалайсың. Азамат мүшелінің алды осы. Ең ақыры толықсыған жігіт шақтың мүшелі 25 жас. Әкем маған жастайымнан жыл қайыруды, күн мен ай аттарын, жыл аттарын жаттатты. Тышқан жылы, сиыр жылы, жылан жылы, жылқы жылы, мешін жылы, тауық жылы, доңыз жылы, қоян жылы, қой жылы, бажыз жылы, ит жылы, ұлу жылы деп жаттаушы едім. Алайда әкем сол жылдардың мәнін, неліктен солай аталатынын түсіндірген емес. Бала кезімде алыстағы ауылымызға арбаменен бақалшылар келер еді. Өрік мейіз, алма алхоры, қант науат, тәтті мәмпәзи деген соларда. Бала біткен әкемізден ақша сұрап қаңқылдаймыз келіп. Бақалшыда сумақ, көзімізді қыздырып, қызыл алмасын көрсетіп, бірлі жарымын топ баланың ортасына лақтырып жібереді. Әлгі алмаға сонда жатып кеп таласамыз келіп. Алма бар, өрік бар, алмасаң да көріп қал деп бір жағынан саудагерде сұңқылдап жан қоймайды. Алма бізге таңсық, қайран қазақ. Сөйтсек, алма дегенің біздің Мыңбұлақтың бойына өскенде де мәуелеп қалады екен. Ол кезде бағбандықты құнттамаған елміз, ал бақалшы айқайлап бара жатады. Айна бар, тарақ бар, алмасаң да қарап қал. Біздің апаларымыз алма алхоры алғаннан гөрі сол құрғыр айна тарақ, ине жіп алғанды пайда көреді. Тек әкем Момыш қана бала құмарлығын түсінетін еді. Әке шешесі ақша бермей бұртиып тұрған балалардың бәрін қаз-қатар дізіп қояды да бақалшыға: «Әй сарт, өрігіңнен бір қадақ, мейізіңнен бір қадақ, мәмпәсиден бір қадақ тарт» дейді. Соның бәрін тепе-тең бәрімізге бөліп береді. Тіпті сонда бала көтерген келіндері де келіп: «Ал атаңа бар, тәтті береді» деп тұрар еді. Әкем базардан қайтқан күні біздің үйде кішігірім той сияқты жиын болатын. Қоржынының 2 басы базарлыққа толып келеді. Сонда өрік мейізге бір тойып қаламыз. Бала біткен, сондықтан әкемді жақсы көретін. Асылы, істеген жақсылығыңды бала тәуір біледі. Кейбір үлкенге істеген жақсылығың зая кетеді. Қолдан келсе, баланы қуанту керек. Ол қуанса, шын қуанады. Ал ересектердің арасында сырты жылман, іші арамдары кездесетінін Құдайға шүкір көріп жүрміз. Қолдан келсе, баланы қуанту керек. Әкем менің сондай кісі еді, жарықтық. Аспанмен тілдескен ақбас шоқылар есімде. Күн шығып келе жатса керек. Ақ шоқылар алаулап, көз қарығар алмастай жарқырап ала жөнелді. Күнде бұл уақытта кигіз үйде пырылдап, ұйықтап жататын бала әлде қалай оянып кетсем керек. Әлгі күннің тау шоқыға асыла шығып келе жатқанын көргенде дүниенің бұл кереметіне түсіне алмай тұрып қалған болармын. Тау бөктерінің таңғы самалы тіс сақылдатады. Мына күннің шығып келе жатқан суретіне қадала қарап қалған қалпымды салқын самал да бұзалмаған болар. Ойпаңда қаз-қатар кигіз үйлер. Бөктерді жағалай қой өріп барады. Қойтас екенін, қой екенін біліп болмас. Тау бөктері толы мал.
Күн көтерілгенше шығыстағы шоқының ұзын көлеңкесі шатқалды көлегейлеп жатып алады. Күн көтеріле көлеңке де қысқара береді. Шатқал алтын нұрға малынып, дүниенің бір шалқаған шағы басталады. «Ойбай-ау, мына күшіктің әлден тұрып кеткен несі?» деп кигіз үйден апам шығады. Әжемді мен апа деймін. «Кішкентай ғана құлыным менің, ерте тұрып кеткенің қалай?» деп апам мені қолымнан жетектеп алады. Мен тырмысып үйге басқым келмейді. Әлгі бір күн шоқыдан шығып келе жатқан шақтағы ғажайып суреттен айырылғым жоғақ. «Жүр, қымыз құйып берейін, ақыр ерте тұрыпсың ғой», дейді апам. Мен жалаң аяғымды тасқа тіреп тыртысып бағамын. Сөйтсем, кәрі апам: «Жүрмесең мейлің, қымызды түк қалдырмай өзім ішіп қоям», деп үйге кіріп кетеді. Сонда барып мен бақыра жылап апамның соңынан тұра жүгіремін. «Қайран, балалық-ай десеңші, алыста қалған арайлы адал таңдарым менің. Онда мен кіп-кішкентай сәби едім. Ал айнала, таулар да, үйлер де, қойтастар да, жылқылар да бәрі үлкен болатын. Адамдардың бәрі айналайыннан басқа сөзі жоқ, кілең мейірімді жандар болып көрінетін. Қария кісілердің сақалынан қасиет қадір белгісі көрініп тұрар еді маған. Ер мінез жігіттердің кесек тұлғаларынан, шашпаулары сылдыраған қыз-келіншектердің жүріс-тұрысынан мен адамзаттың асқақ сұлулығын түйсіксіз байқағандай болармын. Солардың бәрі мені аймалап сүю үшін жаратылған жандар сияқты сезілуші еді. Ол ма? Анау асқар таулар, етектегі еңісті шексіз дала, көгілдір аспан, түнде жымыңдаған жұлдыздар, толықсып туған ай, жасыл жайлау, бәрі тек маған ғана елжірей қарап, мені ғана аймалап әлдилейтін сияқты еді. Дүние сенің сәби көзіңмен көргеніңдей өмір бойы қайырымды, аспаны күмбез, желі жібек, әдемі ертек болып тұра берсе кәне. Тек оқта-текте ауылдың үстін, тау бөктерін тұнжыр бұлт торлайтын. Бұлт сонда үн-түнсіз шаруақор менің әкеме ұқсайтын. Ал күн күркіресе, апамның ересек балаларына ақырып зекіргені есіме түсіп жым боламын. Жаңбыр жауса, жас баланың көз жасындай. Кімді аяйтынды білмеймін. Әлде кімге жаным ашып, жаңбыр жауса жылағым келер. Биелер шұрқырап, құлындар құтырып, ауылды айнала шауып еріксіз елеңдетеді. Ала құйын айдалаға сен де жүгіре жөнелгің келеді. Енді бірде аспанға аң-таң боп қарап қаласың. Буда бұлттар жалы желбіреп шауып бара жатқан асау айғырлар сияқты. Кейде шөгіп жатқан түйелер сияқты. Кішкентай қолдарыңды созып, сол керемет дүниеге ұшып барып, әлгі қанатты тұлпардың жалынан сипағың келеді. Баланың бақытты шағы сол кереметке сенгенде шығар. Кейін есейе келе әлгі бұлттың су екенін, күннің қызуымен бу болып ұшатынын білу қандай қатал. Әжем өзінің кейбір көңілсіз сәттерінде бізді қасына отырғызып алып, аңыз ертегілер айтушы еді. Бәлкім осындай әңгімемен көңіліндегі көмескі, көлеңкелі сәттерді қуатын шығар. «Балаларым, құлақ салыңдар», деп бастайтын әжем. Бұл Тәңірінің жер бетінде тірлік орнатқаннан кейін болыпты. Ол кезде жаратушы адамзатты жарылқап, топан суынан да сақтаған екен, дейтін әжем. Адамдар Тәңір жарылқасын деген сөзді алғыс айтуды білмесе керек. Күннің жылуын, самалдың шипасын, айдың ақ сәулесін, жер жемісін керегінше пайдаланғанымен бірде-бір іш жылытар ықыласты сөз айтпапты. Сондықтан қажыған күн Алла тағалаға арыз айтыпты. «О, жаратқан ием, дамылдауды білмей, сыбырлауды білмей, ұйқы көрмей, күлкі көрмей, тірлік үшін қызмет етем. Дүниенің түкпір-түкпіріндегі кеудесінде жаны бардың бәрін шуағыммен қыздырам. Бір тал шөбінен бастап, жер бетінің бәріне шұғыла төгем. Таң сәріден арай шашып, ғаламды түнектен арылтамын. Бәріне нұр беремін. Жарқырап көрінгенімде тірліктің бәрі жадырайды, күледі, қуанады, жұбанады. Суықтан тоңғандар жылынады, жауыннан мес болғандар денесін құрғатады. Ал өзің өмір берген дүние бой жазып, керіліп, сәулеге көміліп, гүл шашаға өріліп, мамыражай күйген еді. Мен түн мен түнек сияқты
дүниеге ауыр зіл, қоңырқай түр әкелмеймін. Мен өзіммен бірге күлкі мен қуаныш әкелемін. Мен барда қар еріп, сай-сала сылдыраған бұлаққа толады. Мен барда бұдаққа бұлбұл қонады. Бірақ осыншама баға жетпес еңбегімді елеп бірде-бір тіршілік иесі алғыс айтқан емес. Мұндай әділетсіздікке шыдар шама қалған жоқ. О Тәңірім, сондықтан мені бұл азабыңнан босат. Тыным бер, аздап тынығайын. Бара бер, баяғы қызметіңнен танба, депті Алла тағала күнге. Мен сенің баға жетпес еңбегіңнің алғысын немен өтеуді ойланайын. Күн кеткен соң Алланың алдына ай келіпті. Жадырай күліп, жарқын сөйлепті. О тірліктің тірегі, бар әлемнің жүрегі, жаратушым, өзіңе тілекпен келіп тұрмын. Неден тарықтың, неден түңілдің, түн еркесі, алтын ай. Айналайын Тәңірім, сен маған көмескі нұр беріпсің, суық сәуле сыйлапсың. Күн көзі жұмылған соң, зіл қараңғы түннің бар тұңғиығын жарық етем деп мен келемін. Қара аспанның қақ төрінде тұрып, төңіректі мамық сәулеге бөлеймін, адасқанға нысана боламын. Бетімнен сәукелемді бірте-бірте ысырып, күн санауға, апта мен ай санауға көмектесем. Ал жүзім толған күні, аспанның ақ еркесіндей ашық кейіппен күлгенімде, торғын сәулеме тойыттамай бар әлем үнсіз рақатқа батады. Ай сәулесі түнгі ұйқыны күзетіп, бақытқа бөлейді. Мен болсам, күн сияқты шақырайып, жалыныммен қармаймын. Менің нұрым жұмсақ, сәулем самалдай татымды. Тіптен күндіздің өзінде дамыл көрмей, күн соңынан ілесіп, жер бетіне қараумен болам. Бірақ менің бұл қимас қылығымды адамдар бағаламайды. Өйткені күннің шақырайған сәулесі менің ұлпа нұрымды тұншықтырып тастайды. Осы уақытқа дейін менің ұзақ жылғы адал да айнымас, жайлы да жағымды еңбегімді бағалап бір тірі жан алғыс айтқан емес. Қайта адамдар жүзіндегі дағын, маңдайдағы әжімін менен көріп, ай бетінде шұбарланып кетіпсің ғой, деп бірін-бірі келемеждейді. Ал әбден толысқан шағымда ең сүйкімді болармын деп дәмеленсем, ол сәтімді де адамдар күлкіге айналдырды. Бір жақтырмайтын адамын көрсе, ет-жеңді кісіні кезіктірсе, беті айтабақтай болып безерген біреу екен деседі. Бұдан артық қорлық, бұдан артық мазақ бар ма маған? Енді шыдай алар емеспін. Бұл қызметіңнен босата көр Тәңірім. Осылай деп ай бұлт арасына кіріп алып, ықылық атып жылаған екен. Сол кезде жаңбыр жауыпты. Күмістей таза көзіңе жас алып жабыға берме, әппағайым, депті Тәңірі оны жұбатып. Онан да қызметіңнен жаңылма. Мен тілеуіңнің орайын ойланып көрейін. Осы кезде өкпек жел құтырынып, жан-жағына жаланып, Алла тағаланың алдына жетіп келіпті. Тәңірдің тағына қонған шаң тозаңды үрлеп жіберіпті де, аяғына оралып жатып алыпты. Мен дамыл көрмей тау кезем, тас кезем, ел асам, бел асам, орларды үңгеймін, орманды сүңгеймін, даланы шарлаймын, теңізді барлаймын, өлкемді төтелеймін, желкенді жетелеймін, толқынды ойнатамын, бұлтты қуып жерге жауын сыйлаймын, елге зәуім сыйлаймын. Егер мен болмасам, адамзат аптап-ыстыққа шыдамас еді, бастарын бірге құрамас еді, аузы сусыз кебер еді, алқынып тер төгер еді. Мен соның бәрінен самал болып есемін, сағым болып көшемін. Бірақ алғыс алған күнім жоқ, сондықтан да мұңым көп. Болдырдым, тынығайын, мұрсат бер Тәңірім. Бір шеттен сылдырап су келіпті. Алланың аяғына басырып тілегін айтқан екен. Менің де күнім күн емес Тәңірім. Ой қырын кезіп даланың, дамыл көрмей ағамын. Жердің шаңын жуамын, елдің тәнін жуамын. Сусаған шөлін басады, бір жұтып демін ашады. Соның бәрін Тәңірім көтере берем қашанға. Сонда Алла тағала ойға кеткен екен. Я, тіршілік біткен шынымен ақ алғысқа сараң екен, жақсылыққа жалаң екен. Мен бұларды жазғырайын, жазалайын, деп түйіпті. Сөйтіпті де бар мақұлық біткенді адамзат атаулына жинапты. Ей жамағат жарандар, бәрің бері қараңдар, депті жаратушы жиналғандарға. Күн мен ай, жел мен су сендерге өкпелі екен. Сондықтан да бұдан былай қызмет етуден бас тартпақшы. Еркімізге жібер, ендігі жағдайды өзімізше қарастырайық, деп тілек етеді. Тыныққысы келеді. Сендерді шақырғанның мәнісі осы еді.
Бұдан былай қалай тіршілік етпексіңдер? Не мал таппақсыңдар? Соны айтыңдаршы кәне. Бұл жайсыз хабарды естігенде адам шошып кеткені сонша өңі қуарып сала берген екен. Аузына сөз түспей абдырап, күн мен айға, жел мен суға жығылып тағзым ете берген екен. Жаратушы ием жиналғандарға сұрақ беріпті. Кімнің қандай ойы бар? Бәрі үн қатпапты. Жалғыз ғана Жарғанат ыршып шығып, шоршып ұшып, безілдей жөнелген екен. Жаппар ием, жайымызға құлақ сал. Пендем десең, біздің де тілегімізді тыңда. Егер күніміз сөнсе, үніміз өшпей ме, жырымыз бітпей ме? Адамзат жер сипап, аң біткен адаспай ма? Құс бағдарына жаңылып, жарға соқпай ма? Гүл қуарып, жер суалмай ма? Ай батса ше, жыл мезгілінен адасып, теңіз ретсіз тасымай ма? Көл ретсіз көлкімей ме? Сапырысқан тірлік орнап, саналы сәттен қол үзіп қалмаймыз ба? Су тартса не болмақ? Бұлақтың сылдырынан айырылар едік, қанатымыз қайырлар едік. Қимылсыз сусап жатыр едік, бір тамшы суға көзімізді сатар едік. Жел тынсашы, бір жерден тұман арылмай, бір жерден тамшы табылмай, бір жерге бұлт үйріліп, бір жерге суық жүйіліп, жылжымай жатар еді. Пенделерімді аяй көр, жаратушы ием. Осыны айтып Жарғанат Тәңірінің алдына топ ете түсіпті. Мынау шыбындай неме жібібек боп шындықты айтып тұр ғой. Расында да өмірдің астан-кестеңі шығады екен-ау, деп ойланыпты жаратушы. Сөйтіп жаратушы қайтадан жарлық береді. Күн мен ай, жел мен су баяғыдай қызмет етсін. Сендерді тірлікке тірек болсын деп жаратқан әуелі. Содан танбаңдар, депті. Бұған қатты ашуланған күн өзінің сәулесімен Жарғанаттың көзін ағызып жіберіпті. Енді көзіме түссең, күлетіп күйдіріп жіберемін, депті күн. Жел бұрқана долданып, маған тап болсаң, пәршә-пәршәңді шығарып жүнше түтермін, дейді. Мен сені тұншықтырып өлтіремін, депті су. Ал ай өзінің жарқын күлкісін төккен күйі үнсіз қалған екен. Енді қайттым мен сорлы, жазығым жоқ бейшара едім ғой. Өзім үшін емес, бүкіл тіршілік үшін тілек білдірмедім бе, Тәңірім, деп зарлапты Жарғанат. Сонда жаратушының Жарғанатқа жан ашып жарлық беріпті. Күн көкжиектен көрінбей, көз байлана бастағанда, айдың жүзі әлі де шыға қоймаған сәтте, жел тынып, жекен ағашы ұйыған сәтте ұшып шығасың. Ал күндіз күн көзінен жасырынып, қуыс-қуыс жырада, тас түнек сынада, үйдің жарегінде жатасың. Аштан өлмес үшін қос емшек беремін. Бірінде сүт, бірінде су болады. Осылай тірлік етесің енді. Содан бастап жасқаншақ адам күн мен айды, су мен желді сыйлайтын болған деседі. Төртеуіне табынатын болған деседі. Жарғанат болса адамның абыржып, үрейі қалмағанын көрген үшін адам атаулыдан талай-талай қорлық көретін болыпты. Адам да Жарғанаттан жасқанып, қорғанып жүретінді шығарыпты. Міне балаларым, жақсылыққа жамандықпен жауап бермеңдер. Жақсылықтың өтеуі де жақсылық болсын. Біз осылай үлкендерден ғибрат алып өсіп едік. Ал үлкендердің әр өсиеті өнер мен өнегенің ең шыңы ғой. Ауылда бас қосып байыпты әңгіме айтар кештер көп болушы еді. Мал өрістен қайтқан соң ымырт үйірілгенше бір төбенің басына шығып алып үлкендер шүйіркелесер еді. Ел жаңалығы, күнделікті тірлік қамы, ертеңгі күннің еншісі бәрі осы басқосуда ортаға салынатын. Егер әңгіме арқауы ұзаққа созылмаса, қариялар балуан күрес, жаяу жарыс, тартыспақ сияқты ойындар ұйымдастырып қызығына мәз болып отырар еді. Қараңғы қоюланып, көз байланарда бәрі үйдейіне тарасатын. Кейде ел ішіне ақын келіп қонар еді. Бұл бір ең сәтті күн, ең тәтті күн болатын. Барша жұрт ақын түскен үйге жиналып, иін тіресіп тұратын. Үйге сыймағандары жабықтан сығалап, ал кейбіреуі ақынның үнін алыстан естігеніне риза болатын. Көкем келгелі ел адамдары әжемнің отауына жиналатын. Көкем әндетіп отырып, халық жырларын, қиссаларды оқыр еді. Өзгелері ентелей түсіп, ұйып мүлгіп, теңселе толқып тыңдайтын. Осылай көкем жарықтық өле-өлгенше ел ішінің ең қалаулы жыршысындай өтіп еді-ау. Қиссалардың маржандай тізілген таза тілі, оралымды ойы, қиял жетпес теңеулері, ерітіп отыратын екпіні, ұйытып тастайтын ұйқасы, тыңдаушысының жан сарайын жарқыратып жібергендей сезілетін. Мен осынау халық қазыналарын алғаш рет ақындардан,
көкем сияқты көзі ашық білімділерден сіңіргем. Солардан дәм татып, солардан сусындағам. Көкемді көрші ауылдар қолқалап, шақырып әкетіп, түнімен жыр оқытатын. Көкем де мұндай кештерден бас тартып көрген емес. Көкеме жыр құмар жанның бәрі, қиссаны қай жерін жаттап алғысы келген ынтызарлар, жұрт отырған жерде бір жырдың кей шумақтарын жырымдап айтса да біледі екен деген атқа ие болу үшін қызыққандар да келетін. Көкем болса ерінбей жалықпай әр толғауды бір айтып еске түсіретін. Шынында да өздері қара танымайтын жыр құмарлардың кейбіреуі келесі бір кеште өзінше жыр соғатын. Сондықтан ондай кісілердің көбі көкемді ұстазым десетін. Әкемнің үлкен ағасы Төлебай атам ұзын бойлы, кең жаурынды, тәмпіш мұрын шал еді. Ағара бастаған шоқша сақалын тараштап тұйық отыратын. Қолынан ұзын таяғы түспейтін. Үйде байыздап отыру әдетінде жоқ еді. Базарға да шықпайтын. Малмен бірге өріп, өрістен малмен бірге қайтатын әдеті болатын. Отар соңынан қалып қойған қозы-лақты жинастырып жүргені. Ішім жемі орталау, көп балалы кісі еді. Осылай жаяу тірлікпен ілбіп жүріп, сол атамда бір күнде дүние салды. Ізінше 3-4 жылдың ішінде балаларының көбі өліп, жалғыз ғана Құрманкөл атты қызы қалған болатын. Оның менен 3-4 жас үлкендігі бар. Ал үлкен әпкем Үбішті мен еміс-еміс қана білемін. Әкемнің айтуынша ол ерте хат танып, кітап оқыпты. Жазуда қолынан келеді екен. Біздің аймақта алғашқы қара танып, хат жазуға қолы жеткен қыз сол әпкемнің жалғыз өзі көрінеді. Ауыл жатаған кесек үйлерде қыстап шығады да, көктемде алыс жайлауға қоныс тебетін. Шабындық пен егіндікті ат тұяғы шерламасын деп, содан күз түскенше мал біткенді жайлаудың бір танабынан екінші танабына көшіріп жүрер еді. Ауыл адамдары егінді аз егетін, ағаш соқамен аздаған жерді атыздап жыртып, дән сепсе болды деп жүре беретін. Тек күзде ғана егін оруға оралады. Егінді қол орақпен орып, ат тұяғымен бастырушы едік. Мұндайда әсіресе ат тізбегін жырғы бөле қуалап, айқай-шуға қарық боп қалатын да балалар, жұрттан көңілді жүретінде балалар. Ақыры тамағымыз қарлығып, әбден шаршағанымызда айдауға түскен малдарды еркіне жібереміз. Сонан соң үлкендер сабанын екшеп дән суарар еді. Жел тұрғызу үшін бар бала жиналып ысқыратынбыз. Жел шақырғанға келеді деген сөзді онда жиі еститінбіз. Астық суырып, ақ сабаннан тазалаған соң қалбырға салып илейтін. Онан соң барып бала біткен дәннің ірі тасын терушек. Үлкендер астықты тақияда етіп үйетін де шынтақтап өлшейтін. Сол арқылы қанша батпан өнім алғанын есептеп шығарады. Ауылдың ақсақалы қызыл қырманға келіп, үйілген дәннің жанына тізерлеп отырар еді. Береке сұрап, болшылық тілеп, ырыс дәметіп, алақан жайып, ақ тілеуін арнайтын. Дәннің алдын қапқа сонан кейін ғана көсеп салатын. Диқан бабаның берген ризығынан әркім нысабына қарай қаптап дорбалап алатын. Ешкімде бір-бірінің қолын қақпайтын мұндайда. Өйткені егін жинау, бастыру, дән тазалап екшеу сияқты бар тірлік ортақ күшпен, асармен біткен соң жемісі де ортақ деп білетін олар. Бала кезімде егіншінің осындай әдемі дәстүрін көріп едім. Кейін орыс диқаншылармен іргелес қонып, отырықшылыққа үйрене бастаған ауыл адамдары бірте-бірте жерді сапалы жыртуды, егінді бабымен егуді үйрене бастады. Аттың жалын қамытқа жап, ат сауырын қайыс соққылағанның несі жақсы дейтін қазақтар жерден алған жемістің дәміне түсіне берді. Сонан соң орыстармен ортақтасып егін салуды әдетіне айналдырды. Ал тақыр кедейлер байлардан күш көлік, киім-кешек, тамақ алып дән сепсе, өз жерінің өніміне өзі қожа бола алмай, түсімінің 1/4 ғана емденіп жүрді. Көшпелі тірліктің көлемі тарылып, ауқымы азая бастаған сайын егіншілік ұлғая берді. Малды ауыл қыс бойы Қаратаудың ар жағын жайлап, ерте көктемде елге оралар еді. Сөйтіп кедейлерге қос беретінді шығарды. Біздің Үсен әулетінен Ниязбайдың тұқымдары жарлыларға қос беріп ақ табысқа белшесінен батып жүрді.
Біздің үй қосқа жалдануды білмейтін, өзінің шағын тіршілігін күйттеп қысы-жазы елден ұзай қоймайтын. Оның есесіне Үсеннің бір бұтағы Баймен мен Тойтабайдан тарағандар коллективтендіру кезеңіне дейін жалшылықтан арылып көрген емес. Жұпыны шаруасымен жұрт қатары тірлік ететін үсендіктер байлығы тасыған Нияз ұрпағына қарағанда өздерін бір-біріне жақындау сезінетін. Кейін жұтқа ұрынып, жұтап қалған Нияз ұрпағының жарымы әлгі қарабайыр ағайындыларының қатарына қосылып жатты. Менің әкем үлкен үйдің иесі есебінде үсендіктердің ішіндегі құрметтісі саналатын. Диқан ауылы әкемді мүлтіксіз тыңдап, оған арқа сүйеп отырушы еді. Нияз ұрпағының екінші жартысы 1925 жылдары бір тойдың жанжалына келігіп, мал-мүліктен жұтады да біздің диқаншыларға қосылған болатын. Күз жаңбырлы болды да суық ерте түсті. Айнала көктайғақ болып, көңілсіз сәттер көбейген сияқты. Жазда шаң, күзде қақаған қара суық, қыста алай-дүлей боран әкелетін құбыланың желі күшіне қайта еніп тұр. Осындай күндердің бір кешінде әкем менімен кәдімгідей ақылдасты. Оқу жайлы сөз қозғап отыр. Сені орыс оқуына берсем ғой, өмірді жетігерек білер едің. Орыс оқуы тұрмысқа да, тұраққа да, ілімге де, білімге де жақын сияқты, деп бастады әкем әңгімесін. Біздің молдалар Құранның 2-3 сүресін жаттаумен тынады емес пе? Ал орысша оқысаң, жазада білесің, басқа тілде кітап оқисың, орысшаға жетік боласың. Қатарыңнан кем етпейтін де осы орыс тілі сияқты ғой. Көкем әкеме қарсы дау айтып күдігін білдіріп жатыр. Момыш жалғыз ұлын орысқа беріп, мұсылмандықтан кеткелі жүрме, деп күлмей ме еліңіз? Сол жағын ойлаңызшы, деді. Жұрт сөзіне еріп қайтеміз, деді әкем інісіне. Олай десең, пайғамбардың да арғы тектері дінсіз болған ғой. Ал біздің Бауыржан, Құдайға шүкір, мұсылманша көзі ашық емес пе? Орысша оқыдым деп діннен безе қоймас. Қазіргі заман ағымы да осы оқуды қалайтын сияқты. Түнімен ағайынды екеуі осылай айтысып отырып, ақыры ортақ мәмілеге келген сияқты. Мені орыс мектебіне беруге келісті. Ертеңіне көкем Евгеньевкаға барып қайтты. Кешкі ас үстінде ол менің Гончаровтардың үйінде жүріп оқитынымды айтты. Ол үшін мұғалімге бір пұт ұн, бір пұт жарма, бір пұт бұршақ бермек болып келісті. Ал оқу құралдары, қағаз қалам үшін бір қой сұрапты. Гончаровтар менің жүргенім үшін пәтерақы алудан бас тартты. Әйтеуір Бауыржанның өзіне жететін ет жеткізіп берсеңдер болғаны, депті. Көкем қой апарып беретін болыпты. Василий мен Тишка бізді орыс молдасына ертіп барды. Әкемнің молдадап жүргені ұзын бойлы, ат жақты, қыр мұрынды, шашына ақ кірген, кең маңдай орыс әйелі екен. Біз кіргенде ол қамыр илеп жатты. Бізбен қолын алжапқышына жасырып тұрып әңгімелесті. Тишка бізді таныстырды. Әңгіме өте қысқа. Ол маған еңкейіп орысша бір-екі сұрақ берді. Мен жауап қата алмадым. Сонан соң Тишкаға әлдене деп тіл қатты. Тишка бізге аударып берді. Бұл кісі Бауыржан орыс тілін білмейді екен. Түсінбеген соң қиын болады ғой. Өзім болсам қазақша білмеймін. Қалай үйретіп, қалай ұғынысамыз, деп тұр. Егер Бауыржан орыс тілін білетін болса, мұнда келіп әуреленіп неміз бар, деді көкем. Мұғалім күліп жіберді. Әлден соң келісім берді. Жарайды, орысша құтайық деп талап қылған екен, қала қойсын. Көрерміз, бәлкім еңбегіміз жанып, үйреніп кетер. Сөйтті де Василийге бұрылып, сен енді бұған көмектес, әйтпесе оқи алмай жүрер, деді. Көмектесем. Кешкі астан соң Василий сабағына отырды. Ал Тишка менің әліппемді алып, әріп үйрете бастады. Мен бұл алфавитпен таныс едім, бірақ әкем үйреткенде Б мен В-ның, К, Г және Х әрпінің, С мен Ц-ның, Е, И, Э және қысқа И әріптерінің айырмасы жоқ сияқты бірдей естілуші еді. Ал жуандық белгі, жіңішкелік белгі, А әріптері дегенде естіген емеспін. Гончаровтар бәрін анықтап ұзақ үйретеді. Амал қанша, жуық арада басыма қонар емес. Ал кәне, Василий деп айтып көрші. Басиль деймін мен оған. Жоқ, Басиль емес, Василий, дейді Тишка. Түсіндің бе? Ва. Басилий деймін мен. Сөйтем де одан солай ма деп сұраймын. Жоқ, тағы да дұрыс айтпай отырсың. Бе емес, Василий. Түсіндің бе?
Олар осынау қиын әріптер кездесетін орыс және қазақ сөздерін мысалға келтіреді. Бірақ миыма кіріп жатқаны шамалы. Орыс мектебіндегі алғашқы сабағым осылай басталған еді. Василий екеуміз мектепке қарай жүгірдік. Тысқа шықсақ, әр үйден кітап ұстаған балалар өріп келеді екен. Бізге келіп қосылған соң бәрі мені түртпектей бастады. Бұл қай қырғыз, Василь? Бұл біздің танысымыз, Момыштың баласы. Енді бізбен бірге оқитын болады, деді Василий. Өзі орысша біле ме? Аздап біледі, үйреніп кетеді ғой. Әліппені біле ме, жоқ па? Оны аздап біледі. Жазуын қайтеді? Өзің қалай үйреніп ең? Деп дүрсе қоя берді Василий. Сен сияқты бұл да үйренеді. Өзі қайда тұрмақ? Біздің үйде менімен бірге тұрады, деді Василий. Осы кезде қоңырау үні естіліп еді, балалар мектепке қарай жүгірді. Есік алдында көз нұры тайған, көнелеу тері құлақшын киген шал кішкене қоңырауды сілкілеп безілдетіп тұр екен. Класқа балалардың соңынан кірдім. Оқушылар шешініп, сыртқы киімдерін іліп жатыр. Оларды көріп, мен де шапаным мен құлақшынымды шешіп, ең шеткі шеге келдім. Мұғалім келді. Барлық оқушылар орнынан тұрды. Мұғалім сәлемдесіп еді, оқушылар бәрі де бір дауыспен: «Сәлеметсіз бе, Мария Ивановна?» деді. Мұғалім қабырғадағы қара тақтаның алдына тұрып алып, оқушыларға күлімсірейді. Жұмсақ шашы желкесіне түйіліпті. Ақ жағалы қара көйлегі жер сызады. Қынай буған барқыт белбеуі мықынын айқындай түседі екен. Жоғарыдан бір түрлі тәкаппар қарағандай сезілді. Осылайша ол мені көрді. «Бері келші, балақай», деп шақырды ол мені. Қасына бардым. «Міне, бері қараңдар оқушылар», деді ол өзгелеріне. «Мына қазақ баласы бізде оқитын болады. Сендер зәбірлеп жүрмеңдер. Араларыңдағы жалғыз қазақ қой. Өздеріңде көріп өгейсітпеңдер. Бұл біздің Гончаровтардың танысының ұлы. Бұл орысша аздап түсінеді», деді Василий мен үшін жауап беріп. «Жарайды, жақсы екен. Онда енді оқуға кірісеміз», деп мұғалім мені көкшіл көз шашына бантик байлаған қыздың қасына отырғызды. Мен отыра бергенде әлгі қыз одырая қарап партаның екінші шетіне сырғыды. Сабақ басталды. Мұғалім әліппені ашты да тақтаға қасымдағы қызды шақырды. Ол үй тапсырмасын тақылдатып айтып берді. Бормен қара тақтаға үлкен әріптің жазылғанын тұңғыш рет сонда көрдім. Қыз бірнеше сөз жазды да, оны өшірген соң орнына келіп отырды. Тақтаға тағы бір бала шығып, әлгі сөздерді жазып еді, талай қате жіберіпті. Мұғаліміміз сол арада түзетіп көрсетті. Әрине, мен оның көбін түсініп отырғам жоқ. Екінші сабақта мұғалім оқушыларға тапсырма берді де, мені шақырып алып қасына отырғызды. Әліппені ашып жеке түсіндіре бастады. «Көрдің бе, әліппені біледі», деді Василий қасындағы балаға. Мұғалім менен әліппені сұрады. Алфавиттің бәрін айтып бердім. Мұғалім ретті жерінде түзетіп отыр. В, К, Х, Ц, Ш, Ш, Ч, Ю деп ол мен дұрыс айтпаған әріптерді қайталады. Сонан соң әлгі әріптерді әдемілеп жеке жазды да: «Міне, осыларды жаттап кел. Оқу мен жазуды кейін бастармыз». Енді ол әліппені ашты да бір бетіндегі жазуды жаймен оқып шықты. Мағынасын түсіндірді. Оқушылардың өздеріне оқытты. Үшінші сабақ есеп екен. Қызықты өтті. Сабақ алдында мұғалім үйге берген тапсырманы шығардыңдар ма, деп сұрады. Оқушылар шығарып келіпті. Мұғалім тақтаға есеп жазды. «Бәрің де осылай жазып келдіңдер ме?» деп сұрады. «Бәріміз де», деп шу ете қалды оқушылар. Мұғалім дәптерлерді тексеріп қателерін көрсетті. Шығару жолдарын тақтаға жазып көрсетті. Сонан соң жаңа есеп түсіндіріп үйге тапсырма берді. Оқушылар тақтадан тапсырма көшіріп жатқанда мұғалім менің қасыма келді. Дәптеріме анықтап тұрып, онға дейін сандарды жазып берді. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 деп аудармасын түсіндіре бастады. Маған қайталатып еді, мүдірмей санап бердім. Өйткені орысша 100-ге дейін мүдірмей санай алатынмын. Оқушылар мен жаққа райсыз қарап қапты. Мұғалім оларға жауап бергендей: «Я, орысша санай біледі екен», деді. Мақтауға мәз болып 20-ға дейін санадым. «Жақсы», деп құптады мұғалім. «Бірақ 12 емес, 12, 13 деп айт. 16 емес, 16, 19 емес, 19
түсіндің бе? деп сұрады. Василийге менің дұрыс айтуымды қадағалауды тапсырды. Менің орыс мектебіндегі алғашқы сабағым осылай басталып еді.